Сәлем баршаңызға достар, бүгін сіздермен бірге хачапури жасайтын боламыз. Өте дәмді, ыстық күйінде желініп кететін ірімшік қосылған нандардың бірі. Бір жасағаннан керемет болып шығады, сол себепті міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Содан соң бір ас қасық қант, бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қанты мен тұзы кішкене еріген соң, үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық майды құйып, үстінен жарты шай қасық ас содасын үстіне уксусты араластырып жіберсеңіздер, сонда ас соданың дәмі мүлдем білінбейді. Барлығын жақсылап араластырып, алдын ала ұнды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп алыңыздар. Және де аз-аздан салып отырып араластырып, ең соңында қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Июі қанғанша, егер қолыңызға кішкене жабысып жатса, ұн сеуіп, қамырды илеп жіберсеңіздер болады. Не біз қамырымызды илеп болдық, қамырды 5-10 минут шамасында демалдырып аламыз. 5 минуттан соң тағы бір қайтарып қойсаңыздар, қамырларыңыз жылтыр әдемі болады. Енді бізге осындай ірімшік қажет болады. Сыр, яғни сырымызды осылай үккіштен өткізіп, алдын ала дайындап аламыз. Ірімшікті барлығын үккіштен өткізіп алдық. Бізде осындай болып шығады. Үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Және де дәміне қарай кішкене тұз салып, жақсылап араластырыңыздар. Ірімшіктеріңіз неғұрлым сапалы, созылмалы болатын болса, сіздердің нандарыңыз соншалықты өте дәмді әрі керемет болып шығатын болады. Міне барлығын араластырып, дәл осы ірімшікті теңдей 4 бөлікке көз шамамен осылай бөліп қойдым. Өйткені бізде 4 хачапури жасайтын боламыз, 4 дана. Қамырымызды да 4 бөлікке бөліп, қолымыздың көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Өзім алғашында осы ірімшік қосылған нанды мейрамханада жеген болатын. Ыстық күйінде өте керемет болды. Өзіме қатты ұнады. Соны міндетті түрде мен де үй жағдайында жасап көрейінші деп жасап көрдім. Үй жағдайында сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қамырды тым жұқа етпейміз, кішкене қалыңдау етіп, осылай жайып болған соң ішіне жаңағы ірімшігімізді саламыз. Ірімшікті салып, қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай түйіп шығатын боласыздар. Бір-біріне жабыстырып, осылар жинап аламыз. Содан соң жинап болған соң барлығының басын біріктіріп, ашылып кетпейтіндей жақсылап жауға мұқият болыңыздар. Дәл видеодағы етіп осылай жауып, үстіне кішкене ұн сеуіп, барлығын дәл осылай жасап қоятын боламыз. 4-еуінде дәл осылай жасап, дәл видеодағыдай ең басты сіздердің жаңағы жапқан қамырларыңыз ашылып кетпеу керек. Сол себепті мүмкіндігінше қысып жауыңыздар. Міне жақсылап барлығын жайып қойдық. Енді осы қамырымызды өте жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Мұқиятпен ақырындап жайыңыздар, өйткені ішінде сыр болғандықтан осылай ақырындап жаймендеп жайып шықтым. Қалыңдығы орташа болу керек, тым жұқа немесе тым қалың да болмау керек. Мына видеода көрсетілгендей дәл осындай қалыңдықта етіп жайып шығамыз, және қысып тұрған табамыздың отымыздың асты орташа болып тұру керек. Майсыз табамызға салып, қақпағын жауып, қызарғанша пісіретін боламыз. Өзі қызарғанның бетінде қамырымыз осылай доп-домалақ болып ісіп кетеді. Содан байқасаңыздар болады. Осылай қарап көресіздер, қып-қызыл болса, келесі бетіне аударып, осылай жаңағы жасап жатқан осылай басып жіберсеңіздер, сонда кішкене басылады. Әйтпесе дөп-дөңгелек болып шет-шеттері қызармай қалуы мүмкін. Тағы да қақпағын жауып, келесі бетін қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне бізде қып-қызыл болып пісті. Енді ыстық күйінше үстінен ертіп сармайды жақсаңыздар болады, немесе осылай сармайды шанышқымен алып, толығымен нанымыздың бетіне жақсылап сармайды ыстық күйінде ертіп жағыңыздар, сонда нанымыз жұмсақ әдемі болып шығатын болады. Келесі нандарды да дәл осылай майсыз табамызға пісіріп алатын боламыз. Міне біздің хачапуриіміз дайын, өте жұмсақ әрі ыстық күйінде жеңіп кететін нандардың бірі. Бұл наннан мүлдем сырдың дәмі білінбейді. Ыстық күйінде бір ерекше дәмді болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.